Жалпы 2023 жылдан бастап мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес болашақ бағдарламасы инженерлік техникалық және медицина мамандарын даярлауға бағытталған болатын. Яғни, мысалы, қазіргі таңда біз инженерлік техникалық бағытқа ең кем 60% орындарды бөлеміз. Статистикаға қаратын болсақ, 2021 жылы біздің инженерлік техникалық орындардың үлесі 45% болды, бірақ қазіргі таңда 70%-дан асты. Ол дегеніміз, басым мамандықтар қазіргі кезде ол инженерлік техникалық және медициналық бағыттар. Жылдан жылға біздің бағдарламаға қызығушылық артып келеді. Әсіресе жастар арасында, мысалы, 2024 жылы екінші лекке, екінші потокқа бізде 555 өтінім болды, ал қазіргі осы жылда екінші лекке біз 981 өтінім қабылдадық. Ол дегеніміз бірде оннан 8 есе өтінімдердің саны артты. Және де өздеріңіз білесіздер, биыл бізде референдум нәтижесі бойынша біздің елімізде 3 атом электр станциясы салынатын болады. Сол себептен біз келесі жылдан бастап осы салаға арнайы квота бөлеміз. 20-ға жуық орындар осы арнайы осы салаға болады, бөлінетін боламыз. Және де осы мамандар оқуды аяқтағаннан кейін елге оралғанда олар, яғни осы салада жұмыспен қамтамасыз етіледі. Тағы да бір жақсы жаңалық, келесі жылдан бастап біз бакалавр санатты қайтадан енгіземіз. Бірақ бұл санатқа орын шектеулі, және де ол тек қана халықаралық олимпиада жеңімпаздарына арналған.